Баршаңызға қайырлы күн. Бүгін сіздермен бірге өте ерекше әрі дәмді болып шығатын самсан түрімен бөлісетін боламын. Өте тойымды болып шығады. Міндетті түрде жасап көруге кеңес беремін. Менің үй ішіме өте қатты ұнады. Сіздер де жасап іштеріңізді қуантыңыздар. Видеоны соңына дейін көрмес бұрын арнама тіркеліп лайк басып кетуді ұмытпаңыздар. Ең алдымен сүтіміздің үстіне бір жұмыртқа, пісте май және тұз қосып араластырамыз. Жақсылап араластырып боламыз да ұнның үстіне құйып, жұмсақ қамыр илейтін боламыз. Барлық құрамның мөлшерін апельсинеге жазып кететін боламын. Дәл сол граммдарға қарап өлшеп жасайтын болсаңыздар, дұрыс шығатын болады. Міне мен қамырымды илеп болдым. Өте жұмсақ, қолға жасыспайтындай қамыр иленіп шықты. Енді қамырдың бетін жауып, 15 минутқа демалдырып қоямыз. Енді салмасын жасап бастаймыз. Менің ыдысымда майдалап туралған картоп және фарш тұр. Мен оның үстіне майдалап туралған укроп және пиязды қостым. Сіздер де укроп қоссаңыздар өте әдемі әрі дәмді болып шығады. Енді осының үстіне тұз, перецтерді қосып жақсылап араластырамыз. Жақсылап араластырып алдық, осымен салмамыз дайын. Енді қамырымызды көреміз. Қамыр өте жұмсақ болып, иі қанған болады. Енді осыны алып, бірнеше бөлікке өзімізге ыңғайлы етіп бөліп алатын боламыз. Мен үлкен жеу етіп 6 бөлікке бөліп алдым. Енді қамырды жаюға дайындап, осылай дөңгелектеп шығамыз. Барлығын жаюға дайындап қойдық. Енді қамырды жаюды бастаймыз. Осылай барлығын сопақша етіп жаю керек. Самсаны дәл видеодағыдай ұзын етіп жайып шығамыз. Егер домалақ қып жайсаңыздар, самса дұрыс шықпай қалады. Бізде осындай ұзын, сопақша қамыр жайылып шығу керек. Енді арасына салмасын саламыз. Салмасын азғантай етіп жағып шықсаңыздар да жеткілікті. Енді қамырдың ұзын шетін осылай видеодағыдай бүктейміз. Одан соң қамырдың үстіне осы оқтауымызды қойып, оқтауға орайтын боламыз. Қамырдың шетін осылай бір-біріне жабыстырамыз. Енді оқтаудың екі шетін қолымызбен ұстап осылай жиыратын боламыз. Одан соң оқтауды жайлап алып, осылай қамырдың екі шетін жабыстырамыз. Қамыр осында ерекше әдемі болып шығады. Енді барлығын солай жасап шығамыз.
Самсаны ыдысына салған кезде арасын алшақ етіп орналастырамыз және үстіне бір жұмыртқаны осылай араластырып бетіне жағып шығамыз. Қаласаңыздар бетіне мак немесе күнжіт сепсеңіздер болады. Енді самсаны қызып тұрған пеште пісіріп алатын боламыз. Самса осылай сарғайып пісіп шықты, өте дәмді әрі ерекше болып шығады. Әрі тойымды жасап көріңіздер, ештеріңізді қуантыңыздар. Видеом ұнаса мені қолдап, арнама тіркеліп, лайк басып кетіңіздер. Әлде көптеген рецепттер болады. Сіздермен болған Нұрсұлу, видеоны соңына дейін қарағандарыңызға рахмет.